Ассаламу алейкум, құрметті районымыз тұрғылары. Қалыкөл районында жастар менен істесу барысында 2025 жылда әмелге асырылған жұмыстар бойынша Қалыкөл районында ұлыма жастар саны, яғни 0-30 жастағылар 25251-ді құрайды. Сонан 14-30 жастағылар 12853 жасты құрайды. Осы жылдың январ айында жастар менен мәнзілі істесу мақсатында тиесілі шөлкемдер менен бірге істесуде жастар хақындағы маулыматларды өз ішіне алған жастар балансын қалыптастыру мақсатында 14-30 жасқа шегінгі жастар арасында қайта қатлау өткеру жұмыстары алып барылды. Қатлау нәтижелеріне көре, жамы 12853 жас қатлаудан өткерілді. Оған муапық жасыл тайпадағы жастар 9152 жасты, сары тайпадағы жастар 3737 жасты, қызыл тайпадағы жастар 399 жасты құрамақта. Ауыр тайпадағы жастар бойынша қатлау жұмағына муапық ауыр тайпадағы жұмыссыз болған 329 жастар анықланып, олардан Алтынкөл махаллесіндегі 31 жас Қарақалпақстан Республикасы бойынша бір басшыға, яғни Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасы бастығы Бекжанов Қалмырза Тұрсынбаевичке, қалған 10 махалледегі 298 жастар болса, Қалыкөл районы хәкімі һәм оның орынбасарлары, сондай-ақ райондағы кархана шөлкен басшыларына біріктірілді. Біріктірілген басшылар тарапынан жастар менен ұшырасып, олардың машқалары үйренілді. Қазіргі күнге келіп 329 жастың бәнтігі тәмінленген. Атап айтқанда 154 жас тұрақлы жұмыс орындарына жайғаластырылды. 30 жасқа жеңілдетілген кредит қаржылары ажыратылды. 30 жас жер майдалары ажыратылды. 7 жас 1 жылдық әскери қызметке жіберілді. 4 жас білімлендіруге қамтып алынып, hamda 104 жас өзін-өзі бәнт етті. Құқық қорғау ұйымдарына аталыққа алынған жастар бойынша қатлау жұмағына муапық район аймағындағы құқық бұзарлыққа мейілігі болған 70 жастың тізімі қалыптастырылып, сонdan 56 жас профилактикалық есапта тұрған жастар, 7 жас пробация есабында тұрған жастар, 5 жас жазаны өтеу орындарынан азат етілген һәм сотланғанлық мүддеті тамам болмаған жастар, hamda 2 жас бұзғыншы идеялар тәсіріне түсіп қалған жастар болып, олар район аймағындағы құқық қорғау ұйымдарына аталыққа біріктірілген. Сонdan район прокуратурасына 18 жас, районлық ішкі істер бөліміне 15 жас, районлық қорғану істері бөліміне 24 жас, районлық айрықша жағдайлар бөліміне 9 жас, һәм районлық әділдік бөліміне 4 жас біріктірілген. Қазірде бұл жастар менен аталыққа біріктірілген құқық қорғау ұйымдары басшылары тарапынан ұшырасып, һәм олардың машқалары үйрену һәм оларға шешім табу бойынша жұмыстар әмелге асырылмақта. Жастар арасында жинаятшылықтың алдын алу бойынша осы жылдың 8 айы давамында Қалыкөл районында жастар тарапынан 3 жинаят сатыр етілген болып, 2024 жылдың мас дәуіріне салыстырғанда 50%-ға кемейген. Жастарды жер майданы алған жастардың егін егу жағдайы. Өзбекстан Республикасы президентінің 2024 жыл 5 апрелдегі жастарға жер ажырату арқылы олардың дараматларын асыру һәм бәнтілігін тәмінлеу, сондай-ақ жаңа жер майдаларын өзестіру іс-әжары хақындағы ПК 153 салы қарарына тикар 2024 жылда Қалыкөл районы бойынша 411 жасқа 304 гектар жер майдалары аукцион саудалары арқылы ажыратылған еді. Бүгінгі күнде олардан жер майдаларынан пайдалану һәм егін егу жағдайлары мониторинг етіп барылмақта. Қазіргі күнде 20 жас шаңырақлық жағдайларына байланысты 15,7 гектар жер майдаларын қайта тапсырған болып, қалған 391 жас тарапынан 288,5 гектар жер майдаларына толығыменен егін егілген. 61 салалы қарардың орындалуы бойынша Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 14 февраль күнгі ПК 61 салы қарарының орындалуын тәмінлеу мақсатында Милли банк жоғары оқу орындарының біткеруші жастардың бәнтілігін тәмінлеуге жауапкер етіп белгіленген. Милли банк тарапынан келешекке қадам дәстүрі тикарында жоғары оқу орындарын бітіруші 10 жасқа жамы 100 миллион сомлық имтиязды кредиттер ажыратылды. 68 салы қарарының орындалу жағдайы бойынша Өзбекстан Республикасы президентінің 2025 жыл 14 февраль күнгі жастар іс-пәрмелігін рауажландыру һәм бәнтілігін тәмінлеуге тиесілі қосымша іс-әждар хақындағы 62 салы қарарының орындалуын тәмінлеу мақсатында Алақа банк жастардың бизнес жобаларын қолдап қуатлаушы жастар таяныш банкі етіп белгіленген. Бүгінгі күнде имтияздардан пайдалану мақсатында Қалыкөл районында 109 жас кредит алу үшін Алақа банкке müracaat еткен болып, сонdan 56 жасқа 4 миллиард 899 миллион сом кредит ажыратылды. Біткеруші жастар бойынша 2024 һәм 2025 оқу жылында жамы біткерушілер саны 1020 болып, сонdan мектеплерде 494, профессионал білімдендіру мекемелерін 188 һәм жоғары оқу орындарын 338 жасты құрап келмекте. Бүгінгі күнде жастар жетекшілері тарапынан біткеруші жастар менен бірге сәубетлер өткеріліп,
Минет базарына кіріп келуі күтіліп атырған 403 бүткеруші жастарға байырлық дәстүрлері толық ісеп шығылды һәм орлану бойынша жұмыстар әмелге асырылмақта. Жастардың бос уақытларын мазмұнлы өткеруге қаратылған іс-әлжар бойынша мемлекетіміз басшысы басылмасы менен шөгімлестірілген 5 басқышлы, яғни махалле, сектор, район, аймақ һәм республика басқышлары бойынша 5 басылама олимпиадасы шеңберінде 2025 жылда шөкімлестірілген 22 түрдегі таңдау һәм жарыстарда қатынасу үшін 5tashabbus.uz платформасы арқылы район бойынша жәмі 12277 жас тізімінен өткен һәм олар шашка, воркаут, шахмат, гандбол, футбол, волейбол, армрестлинг, жеңіл атлетика, стритбол, милли күрес, құсаған спорт жарыстары, адаптив спорт жарыстары һәмде жас художник, жастар хауазы, шебер фортепианошы таңдауларына қамтып алынды. Мемлекетімізде баркамал оларды тәрбиелеу, олардың қабілетлерін жүзеге шығаруда һәм қолдау-қуатлау мақсатында жаратылған шараятлар нәтижесінде 5 басылама олимпиадасы шеңберінде өткерілген спорттың күраш түрінен Достық махаллесі жасы Өзбекстан Республикасы басқышында сыйлы 3-ші орынды иеледі. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы басқышында спорттың күрес түрінен 2-ші орын, Алтынкөл махаллесі, 3-ші орын Бостан һәм Жаңақала махаллесі, қол тобы түрінен 1-ші орын Саралтын махаллесі, стол теннисі түрінен 1-ші орын Наурыз махаллесі, жастар хауазы таңдауында опера жөнелісінде 3-ші орын Мәдениет махаллесі, һәмде ананәби ижра жөнелісінде 3-ші орынды Мәдениет махаллелері иелеп, районымыз көрсеткіштерін жоғарыға көтеруге өз үлестерін қосты. Адаптив спорт жөнелісінің Қарақалпақстан Республикасы басқышында спорттың жеңіл атлетика түрінен жасымыз 1-ші орынды, спорттың армрестлинг түрінен болса 3-ші орынды иеледі. Сондай-ақ жастар менен өткерілген ұшырасулар һәм онлайн сәубеттер бойынша бүгінгі күнге шейін район хакімі, район прокуроры, ішкі істер бөлімі бастығы һәм районлық салық инспекциясы басшылары тарапынан махаллелерде жастар менен һәр айда бір мәрте ұшырасулар һәм онлайн сәубеттер өткеріліп, бүгінгі күнге шейін жастарымыздың машғалалары толығыменен өз орнында шешіліп келінбекте. Диққатларыңыз үшін рахмет.